Қайырлы күн баршаңызға достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Өте оңай пирогтардың бірі вареный пирог жасаудың жолдарымен бөлісетін боламын. Өзі сондай, жасалу жолы да оңай, дәмі де ерекше дәмді песочный болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Алдын ала керек заттарымызды дайындап аламыз. Бізге қажетті заттар ұн, қант, жұмыртқа, ертілген май, қопсытқыш және де варенье қажет болады. Ең әуелі жұмыртқамызды құрғақ ыдысымызға салып алатын боламыз. Содан соң қантымызды салып, екеуін жақсылап венчиктің көмегімен, болмаса вилканың көмегімен біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде жақсылап араластырып алыңыздар. Мен осы видеоның астына, яғни описание бөліміне толық құрамын жазып кететін боламын, грамдарына дейін. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Енді осының үстіне үй температурасында тұрған, яғни ертілген сары майымызды да салып, тағы да жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Содан соң барып, яғни ұнымыздың үстіне разрыхлителді қопсытқышымызды салып алатын боламыз. Содан соң аз-аз бөліктерге ұнымызды бірден салып жібермеңіздер, аз-аз бөліктерге бөліп сала отыра жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Алғашқыда осылай венчиктің көмегіне, яғни қамырымыз біркелкі болғанша осылай венчиктің көмегіне жүгінемін мен. Содан кейін ғана барып қолдың көмегімен, яғни қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымызды кішкене үйі қанғанша жақсылап илеп аласыздар. Бұл қамыр дәл қазір өте жұмсақ болып тұр, құрамында сары май болғандықтан, сол себепті мұздатқышта 10-15 минутқа салып алатын боламыз. Уақыт өте, яғни қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Біреуін кішкентай етіп, ал біреуін үлкендеу етіп бөліп алатын боласыздар. Үлкендеу бөлігін алып, жайып аламыз оқтаудың көмегімен. Міне осылай дөңгелек етіп жайып аласыздар. Ұн себудің қажеті жоқ, достар. Осылай жая бересіздер. Содан соң, яғни формамызға салып алатын боламыз. Мендегі форма 24 сантиметрлік форма. Осылай кішкене басып, яғни жан-жақтарына бортиктерін шығарып, әдемілеп орналастырып аласыздар қамырымызды. Өзіңізге ұнаған, немесе үйіңізде бар вареньеді салып, егер варенье болмаса, джем қолдануға болады. Дәл осылай тегіс етіп шығасыздар. Вареньеді салып алған соң. Содан соң жаңағы кішкене бөліктегі қамырымызды мен алдын ала жайып алдым. Міне ол қамырымыз жайып, менде дайын болып тұр. Содан соң, яғни осылай арнайы кескішпен кесуге болады. Егер арнайы кескіш жоқ болса, осылай мен сияқты пышақпен кесуге болады. Осылай барлығын пышақпен, яғни ұзынша лента етіп кесіп аласыздар. Енді осы ленталарды вареньедің үстіне әдемілеп жайғастырып шығамыз, дәл видеодағыдай. Артық шеттерін алып отырсаңыздар болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, әдемілеп ленталарымызды жайғастырып шығатын боламыз. Барлығын осылай жайғастырып аласыздар. Міне бізде осындай әдемі форма шығады. Содан соң қып-қызыл әдемі болып пісіп шығу үшін бетіне жұмыртқа жағып аласыздар. Содан соң барып 200 градуста алдын ала қыздырылған пеште, яғни 20-25 минутта пісіп шығады. Пешіңіздің ыңғайына қарап
пісіп шығады. Міне бізде вареный пирогымыз осымен дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте песочный болып шыққан, және де дәмі де ерекше дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген видеолар күтіңіздер. Егер де менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойды да ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға рахмет.